Ассаламу алейкум, алдыңызда ветеринарный врач Бегалиев Тазабай. Сондай сұрау келді, яғни қара малларымда сол пакет қорада сақлап жатырман, ал бұның ақыбетінде болса қара малымның мұрнынан циррозы сұйықтық ағып, жөтеліп тұрды, ас соңы системасы төмендеді. Бұның тек арғы себеплері не, hamda бұған қандай дәрілер қолдансақ болады депті. Бұның тек арғы себеплері, яғни сол пакет қорада сол сақлау шариатының бұзылуы, яғни сол қара малдың тезегінен, яғни сідігінен шыққан аммиак газының концентрациясының көтеріліп кету ақыбетінен сол қара малларыңызда жөтел, мұрнынан циррозы сұйықтық ағып, яғни ас соңы системасы төмендейді. Енді бұның әрқилы себеплері бар. Мысалы үшін айтқанда, яғни сквозняк, яғни сол қара малларды сквознякқа қою, содан кейін басқа районлардан, не болмаса мал базардан әкелген кездерінде, сол жолда кетірген кездерінде сол қара малларда сквознякта келуі. Бұл да яғни сол қара маллардың жөтеліп, мұрнынан циррозы сұйықтық ағуы ақыбетлері жүзеге келеді. Енді бұндай кездерінде достар қандай дәрілер қолдансақ болады дегенде, яғни бірінші нәубетте ветеринар врач шақырып көрсетесіз. Егер ветеринар врач шақырудың ілажы болмаса, мысалы үшін термометрменен сол қара малдың температурасын өлшеп, енді бұл кеселікті достар кешіресіз, яғни бұл кеселікте бірінші нәубетте сол қара малдың температурасы айрым кездерінде көтеріледі, я болмаса нормал халатта тұрады. Ал градусникті қалай өлшейміз деген сұрауға кейінгі видеоларымда Құда қаласа жақсы видео қылып осы YouTube каналыма қоямын достар. Енді бұл температура көтеріледі, я болмаса нормал халатта тұрады. Содан кейін қара малдың мұрнынан бір тәрәплеме, я болмаса екі тәрәплеме сұйықтық ағады. Ас соңы системасы төмендейді, қара малда яғни жөтел пайда болады. Енді бұндай кезінде достар антибиотиктерді қолдансаңыз болады. Мысалы үшін телазин 200, я болмаса макролан деген антибиотиктерді қолдансаңыз болады. Содан кейін амоксициллин деген антибиотиктерді қолдансаңыз болады. Енді бұл дәрілерді достар сол қолданбасымен бір қайтара танысып шығып, сөйтіп тұрып қолданғаныңыз мақсатқа муафиқ болып есептеледі. Ал витаминдерден болатын болса, яғни құрамы бутафосфан hamda B12-ден ібарат болған, яғни витаминдерді қолдансаңыз болады. Мысалы үшін бутамин, я болмаса тривит деген витаминдерді қолдансаңыз болады достар. Кеселіктен, яғни тез тәуір болу үшін, hamda қара малдың иммунитетін көтеру үшін достар, дастим деген дәріні қолдансаңыз болады. Бұл яғни айтылған дәрілердің әммесі сол ветеринарный аптекте табылады достар. Пайдалы болған болса лайк басып кетіңіз достар. Түсінбей тұрған сұрауларыңызды комментарияда жазып қалдырсаңыз болады. Бірақ бұл кеселікті, яғни сол дәрілер қолданған кезінде, яғни сол қораның ішіндегі, яғни сол хауаны достар нормал халатқа келтіру керек. Яғни сол газлардың концентрациясын ілажы барынша яғни төмендету керек. Қара малларға яғни сол жақсы хауа айланысын алып келу керек. Содан кейін қораларға жақсы витишка орнату керек достар. Сіздерменен біргелікте вет доктор Бегалиев Тазабай болды.